31 қаңтар 2025 жылы сағат 18:00 шамасы Жайық Каспий облыстық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясының қызметкерлері, дамба балық инспекциясы, теңіз балық инспекциясы және де балық шаруашылығы бөлім қызметкерлері болып, солтүстік Каспий теңізі жағалауының Мартыши, Жамбай елді мекендеріне келесі балық қорғау жұмысы шығылды. Жұмыс барысында бүгінгі таңда Мартыши аймағының тұсынан мұз айдынының астынан заңсыз құрылған ауыралдарды сүзу жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қанша тек суырылды вообще? Қанша қайыр неше суырылды? 8 қара балыққа арналған заңсыз ау құралды және бекетсымас балығына құрылған 2 ақан ба? 2 ақан түсті. Көздері 200. Қанша? 18. Дамба балық инспекция бөлімі 18 ау құралды. Сенде қанша турыңдар? Общий шамамен 4 квадроцикл автокөлігімен инспекция қызметкерлері 40-қа жуық қазіргі уақытта заңсыз ау құралын суырылды. Бұл ау құралдардың бәрі нақты қазір саналып, бұған тиісті хаттама толтырылды.